Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып 33-ші сабақты өтеміз. 7 санына көбейту және бөлу кестесі. Бүгінгі сабақта 7 санын көбейту және бөлу кестесін құруды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма, біздің сынып бүгін дәлізде кезекшілік атқарды. Олар бір-бірінен аралары 7 қадам болатындай қатарға тұрды. 7-ден сана. Енді бұл жерде 0-ден бастаймыз. 0-ге енді 7 санын қосамыз. Өйткені 7 қадам болатындай деп тұр. 7-ні қоссақ 7-ге тең болады. Енді осы 7 санына тағы 7-ні қосамыз. 14-ге тең. 14-ге 7-ні қосамыз. 21-ге тең болады. Оған 7-ні қосамыз. 28. Яғни 7-ні 7-ге көбейтеміз. 49. 7-ні 8-ге көбейтеміз. 56. 7-ні 9-ға көбейтеміз. 63. Енді 8-ді 7-ге көбейтеміз. Яғни көбейтінділердің орнын ауыстырып жазамыз. Сонда көбейтіндінің мәні өзгермейді. Келесі 9-ды 7-ге көбейтеміз. 63. 49-ды 7-ге бөлеміз. 7. Енді 56 санын 7-ге бөлеміз. 8. 63-ті 7-ге бөлсек 9. 9-ға тең болады. Енді қай санды 8-ге бөлсек 7 шығады деп тұр. Демек ол бізде 56 саны. Келесі 63 санын 9-ға бөлсек 7-ге тең болады. Енді неге 7 көбейту 7 жағдайынан бастап жазылады деп тұр. Яғни бұл жерде 7-ден кейінгі сандарымыз 7-ден үлкен сандарды жазамыз. Енді 7 көбейту 7 49. Осының барлығын жазып шығамыз. Енді қай жағдайда есептемей салыстыруға болатынын достарыңмен талда. Бұл жерде 3 көбейту 7, 7 көбейту 3. Яғни бұл жағдайда бізде 7 саны, демек екеуі де бірдей сандарға көбейтіліп тұр. Сондықтан есептемей ақ тең десек болады. Екі жағы да бірдей, тек қана көбейтінділердің орны ауысып тұр. Енді келесінде 7-ні көбейтеміз. 7 санына, ал мына жақта 8 санына көбейтіп тұрмыз. Үлкен санға көбейткен кезде үлкен мән шығады, сондықтан осы оң жағы үлкен болады. Енді келесінде 3 көбейту 7, 7 көбейту 3, екеуінде бір мән шығады. Енді оған 24 санын қосқанда үлкен бола ма, әлде 73 санын қосқанда ма? Әрине бізде 73 санын қосқанда, үлкен санды қосқан кезде үлкен мән шығады. Енді келесінде 7 көбейту 8, ал 7 көбейту 7, мына жағында 7 көбейту 8. Яғни 7 көбейту 8-іміз үлкен болып тұр. Екеуіне бірдей санды қосамыз енді. 20 санын қосамыз. Демек, үлкен санға сол санды қоссақ үлкен мән шығады, сондықтан оң жағы үлкен. Келесі 7 көбейту 3 қосу 6. Енді бұл жерде есептеу қажет болады. 3-ке 6-ны қосамыз 9, 9-ды 7-ні 9-ға көбейтеміз. Ал мына жерде бірінші көбейту амалы орындалады. 21-ге 6-ны қосамыз. Сонда 27-ге тең болады. Ал мына жерде бізде 63 болады мәні. Бұл жерде есептеу қажет болады. Енді келесі бірінші жақша ішіндегі қосу амалы орындалады. 7-ге 2-ні қосамыз 9. Оған 3-ті көбейтеміз. 27. Енді 9-ды 3-ке көбейтеміз. 27-ге тең болды. Ал мына жерде бізде 2-ні 3-ке көбейтеміз. Бірінші 6-ға тең болады. 7-ге 6-ны қосамыз. 13-ке тең болады. Демек 27 мен 13 сандарын есептейміз. Бұл жерде 27 саны үлкен болады. Енді келесі тапсырма кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бір жәшіктің массасы, жәшіктің саны, жалпы массасы. Демек, бұл жерде масса берілген, саны, жалпы массасы берілген. Бірінші есепте бізде жәшіктің массасын табуымыз қажет, жалпы массасы мен саны көрсетілген. Массасын табу үшін жалпы массаны санына бөлеміз. Сонда 18 килограммды 6-ға бөлсек 3 килограммға тең болады. Бір жәшіктің массасы 3 килограммға тең болады. Енді келесі екінші есепте бір жәшіктің массасы көрсетілген 6-ға тең.
саны 7-ге тең, жалпы массасын табу керек. Ол үшін массаны санына бөлеміз, көбейтеміз. Сонда 42 килограммға тең болады. Жалпы массасы 42 килограмм. Яғни килограммдар жоғарыда жазылған, сондықтан жазбасақ та болады. Енді келесі үшінші есепте бір жәшіктің массасы көрсетілген. Жәшіктің массасы 9 килограмм, жалпы массасы 54 килограмм. Санын табуымыз керек. Ол үшін жалпы массаны массасына бөлеміз. Сонда 6 данаға тең болады. 6 дана. Енді келесі төртінші есепте жалпы массасы 42 килограмм, саны 6 дана. Бұл жерде бір жәшіктің массасын есептеу қажет. Ол үшін жалпы массасын санына бөлеміз. Сонда 42-ні 6-ға бөлсек 7 килограммға тең болады. Енді келесі тапсырма А нұсқасында тауарлар көрсетілген алмұрт және алма. Бұл жерде бір жәшіктің массасы алмұртта 6 килограмм, жәшіктің саны 7 дана, жалпы массалары белгісіз, сондай-ақ екеуінің жалпы массасын табуымыз керек. Бірінші, жалпы массаның есептеу формуласын жазамыз, массасын санына көбейтеміз. Бұл жерде бірінші алмұрттың жалпы массасын есептейміз, ол бізде 42 килограммға тең болды. Екінші, алманың жалпы массасын есептейміз, ол 48-ге тең болды. Енді екеуінің жалпысын табу үшін бізде алмұрт пен алманың жалпы массаларын қосамыз, сонда 40 килограммға тең болады. Жауабы 90 килограммға тең болады. 90 килограмм болады. Яғни 90 килограмм. Алмұрт бізде 42, алма 48 килограммға тең болды. Енді келесі Б нұсқасының есебі бойынша өрік бізде 9 килограммнан 5 жәшікте қарастырамыз. Мына жерде бізде кез келген санды өзіміз қойсақ болады. Келесі шабдалы 8 килограммнан 4 килограмм. Мына жерде 5 килограмм. Немесе 3-2 килограмм деп жәшік деп жазсаңыздар да болады. Енді бұл жерде барлығын есептеу үшін бірінші өріктің жалпы массасын тауып аламыз. Ол бізде 45 килограммға тең болады. Екінші шабдалының жалпы массасын табамыз. Ол 32 килограммға тең болады. Енді жалпы екеуінің жалпы массаларын табу үшін өрік пен шабдалының жалпы массаларын қосамыз. Сонда 77 килограммға тең болады. Енді келесі тапсырмада сурет пен кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Бірінші дәптерде 45 дәптер, бағасы құны 40 теңгеге тең 5 дәптердің бағалары бірдей деп тұр. Келесінде саны белгісіз, бірақ құны 56 теңгеге тең. Демек 5 дәптердің құны 40 теңге, 56 теңгеге қанша дәптер сатып аламыз, соны табуымыз керек. Бірінші бағасын есептейміз, құнын санына бөлеміз. Сонда 8 теңге. Әр қайсы бір дәптеріміз сонда 8 теңгеден түседі. Енді санын есептеуіміз керек. Екіншісінің санын есептеу үшін құнын бағасына бөлеміз. Сонда құны 56 теңге, бағасы 8 теңге. Саны 7 дәптер. Демек 7 дәптер 56 теңге, 5 дәптер 40 теңге, бағалары бірдей 8 теңгеден тұрады. Келесі тапсырма 5 дәптер үшін 35 теңге төленді. Осындай 8 дәптер қанша тұрады? Кестедегі есепке қарай есеп сұрақтарына жауап беру үшін нені білу керектігін түсіндір. Бір дәптердің бағасын қалай білеміз? Бір дәптердің бағасын біле отырып, сондай 8 дәптердің құнын тап деп тұр. Бұл жерде 5 дәптер 35 теңге, 8 дәптер қанша теңге? Бағасын есептеу керек. Бұл жерде де құнын санына бөлеміз. Сонда бағасы 7 теңгеге тең болды. Енді құнын есептейміз. Бағасын санына көбейтеміз. Келесі 8 дәптердің құнын есептеп жатырмыз. Сонда 7 теңгеге 8-ді көбейтеміз. Мына жерде 7 теңге болды. Енді құнын есептеу үшін бағасын санына көбейттік. 56 теңгеге тең болады. Жауабы
бағасы 7 теңгеден 8 дәптер 56 теңгеге тең болады. Келесі тапсырма төмендегі А және Ә есептерінің берілулерін салыстыр. Ә кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар. А нұсқасында бағасы бірдей, саны 7 дана 6 дана, құны 56 теңге болса, 6 дана дәптердің құнын есептеу керек. Бұл жерде бағасын бірінші табамыз. Яғни қайсысы бірдей, соны есептеп аламыз бірінші. Бағасын табамыз, құнын санына бөлеміз, 8 теңге. Демек, біреуі 8 теңгеге тең болды. Ал 7 данасы 56 теңге. Енді 8 теңгеден 6 данасы қанша теңге деп тұр? Ол үшін құны болады. Бағасын санына көбейтеміз. 48 теңгеге тең болады. Ә нұсқасында бір қораптың массасы бірдей. Демек, бірінші бірдейін тауып аламыз. Бұл жерде жалпы массасын табу керек. Жалпы массасын есептеу үшін массасын санына көбейтеміз. Ал массаны табу үшін жалпы массасын санына бөлеміз. Сонда 8 килограммға тең болады. Демек, бір қораптың массасы 8 килограмм болды. Енді жалпы массасын табу керек 6 дананың. Бұл үшін массаны санына көбейтеміз. Сонда 48 килограммға тең болады жалпы массасы. Енді келесі тапсырма өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Бұл жерде жасылмен көрсетілген, ортасында қосу және азайту амалы және сарымен көрсетілген. Осылардан біз өрнектер құрастыруымыз қажет. Бірінші 7 көбейту 7-ден бастаймыз. 7 көбейту 7 қосу, 5 көбейту 3 және 7 көбейту 7 азайтуды қолданамыз 5 көбейту 3 деп. Сонда қосу амалы және азайту амалын әр қайсына бір-бірден қолданғанда қосуда 64, келесі азайтуда 34 шығады. Енді келесі есебіміз 8 көбейту 7. Бұл жерде 6 көбейту 4 пен қосу және азайтумен есептейміз. Келесі 7 көбейту 9 қосу, 7 көбейту 0. Қосу және азайту амалымен жазамыз. Келесі 6 көбейту 7 және 9 көбейту 2 мен жазып шығамыз. Қосу және азайту амалдары арқылы. Енді келесі тапсырма өрнектердің мәнін есептеп, жауабын сандықтан тап. Бірінші 63 азайту 21 бөлу 7. Бірінші 21-ді 7-ге бөлеміз 3. Екінші 63-тен 3-ті азайтамыз 60-ға тең. Демек, сандықшадан осы 60 санын табамыз. Келесі 8-ді 2-ге бөлеміз 4-ке тең. Екінші 48-ден 4-ті азайтамыз 44. Демек, ол осы жерде орналасқан екен. Келесі 90-нан 34-ті азайтамыз 56. 56-ны 7-ге бөлеміз 8. 8 санын белгілейміз. Келесі 2-ге 5-ті қосамыз 7. 7-ні 7-ге көбейтсек 49. Келесі 5-ті 7-ге көбейтеміз 35. 35-ге 2-ні қосамыз 37-ге тең болады. 37 санын белгілейміз. Келесі бірінші бөлу амалын орындаймыз. 8-ді 4-ке бөлеміз 2. 2-ні 7-ге көбейтеміз 14. Келесі 3-де көбейту амалы, кезектесіп көбейтеміз. 3-ді 3-ке көбейтеміз 9. 9-ды 3-ке көбейтсек 27 санына. 27 санын белгілейміз. Келесі бірінші қосамыз 18-ге 3-ті 21. Екінші бөлеміз 3-ке тең болады. 3 санын белгілейміз. Енді келесі тапсырма Жарқын Ғалиядан біздің сыныптан неше қыз бар деп сұрады. Ғалия біраз ойланып, ең үлкен 2 таңбалы саннан 8 2 рет жазылған санды азайттым. Шыққан санға ең кіші 2 таңбалы санды қосқанда біздің сыныптағы қыздардың саны шығады деді. Сыныпта неше қыз бар деп тұр. Бұл жерде үлкен 2 таңбалы сан деп тұр, ең үлкен 2 таңбалы санымыз 99 санына тең болады. Ал 8 2 рет жазылған санды, демек 2 8 рет жазылған санымыз ол бізде 88 саны болады. Осыны азайтамыз дейді. 11 саны шықты. Шыққан санға ең кіші 2 таңбалы санды,
Демек, ең кіші 2 таңбалы санымыз ол бізде 11 саны болады, 10 саны болады. Енді 11-ге 10-ды қосамыз, сонда 21-ге тең болды. Демек, жауабы сыныпта 21 қыз бар. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.